Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі біз Students Book'тағы 46-шы беттегін өтеміз, яғни Game on Reading Video Games. Video Games дегеніміз видео ойындары. Енді мына мәтінді бірінші толық оқып аударып алайық, мағынасын түсінейік, не жайында жазғаны. Бұл жерде әрине енді біліп тұрған жарыстар, ойындар туралы, және де осыған байланысты тапсырмалар берген, соны орындаймыз. Окей, game on деген ойын, яғни big numbers, ол үлкен сандар деген сөз. Мына жерде бізде бірінші алдымен мынау 1-2 арасындағы қалдырып кеткен сөйлемдер бар екен, 3 және мінекей 4 деп тұр, иә. Бұл жердегі біз қайдан аламыз? Біз мынау екінші тапсырмадағы exercise number 2 мына нұсқалар берген, 5 нұсқа берген. Бұл жерде артығымен соны біз сәйкесін қояды екенбіз. Алдымен мен сіздерге осыны айтайын. Бұның жауабы бізде мінекей біріншісінде D болады, екіншісінде A, үшіншісінде I нұсқасы және де соңғысы B нұсқасы. Енді осыны аударамыз. Бұл жерде мінекей бастаймыз. Video games and consoles are big business. Бейне ойындар мен консольдар үлкен бизнес болып табылады. Бұл жерде бірдегі біз не деп қойдық жаңағы? Бірде біз D нұсқасы деп қойдық. Яғни today companies sell more than 100 million games a year. Бұл жердегі аударма бізде бүгінде компаниялар жылына 100 миллионнан астам ойын сатады. Яғни мына жерде осы біріншісінде осы болады, иә. Кеттік ары қарай. Some now appeal to girls and women as well as boys and men. Кейбіреулері қазір қыздар мен әйелдерге қараған осылар ұлдар мен ерлерге де ұнайды дейді. Осы ойындардың түрлері. Және де people often prefer this form of entertainment to watching TV or going to the cinema. Адамдар бұл ойын-сауық түрін теледидар қараудан немесе кинотеатрға барудан гөрі жиі таңдайды екен. Ары қарай. That's not bad news for those in the film and TV world. Бұл кино және теледидар әлеміндегі үшін жаман жаңалық емес. Ары қарай мен аударып кете берейін. Шындығында дейді, бұл өте жақсы жаңалық. Және де мына жерде мінекей және де дегендегі міне and деп тұр. Бұны біз қай нұсқаны алдық? Екіншісінде A нұсқасын алдық. A нұсқасының аудармасы бізде мінекей It's really good news for actors. A нұсқасы бұл актерлар үшін өте жақсы жаңалық деген аудармасы болады. Ары қарай аудара береміз. Фильмдерде ойнаумен қатар актерлер дауыс беру жұмыстарында атқарады екен. Бұл дегеніміз, яғни біз олардың дауыстарын радиопьесаларда, анимациялық фильмдер мен жаңағы бейне ойындарында естиді екенбіз. Және де бірақ оларды экраннан көре алмаймыз деп жазылған. Окей, келесі мына жердегі абзацта видео геймс деп бастаған. Яғни бейне ойындар, ойындар 1980 жылдары Nintendo Mario кейіпкерін жасаған кезде табысты бола бастады. Ойын жасаушылары Марионы қарапайым еңбекқор сантехник ретінде жасады. Ал үлкен мұрынды және қалпақ киген бұл шағын адам көптеген адамдардың қиялына әсер етті. Мына жерде Марио деген мына ойынды айтып тұрған шығар. Бұл жерде енді бұл ойындарды ойнамаған біз, бірақ араларыңызда біліп тұрған шығарсыздар, иә. Ары қарай. Бұл жерде үшіншісінде шындығында дейді, in fact. Бұл жерде in fact дегендегі үшіншісі біз нені қойдық? I нұсқасын қойған екенбіз, иә. I нұсқасында мінекей мынау болады. He became one of the most popular computer games characters of all time with both men and women. Ол дегеніміз, яғни ол барлық уақыттағы ең танымал компьютерлік ойын кейіпкерлерінің біріне айналды. Иә, мінекей ары қарай.
міне келесі абзац мына жерде енді when some film producers деген кейбір фильм продюсерлері бейне ойындардың қаншалықты сәтті болғанын көргенде олар осыған ұқсас кейіпкерлермен немесе идеялармен фильм түсіргісі келеді. For example, мінекей, for example, Super Mario Bros. Super Mario Bros. Деген фильмі Марио сериясынан шықты. Ал 2008 жылы Голливуд продюсері Джон Дэвис деген Sims ойынына арналған фильм түсіргісі келетінін айтты. Бұл неліктен екенін түсіну оңай. Sims ойынында ойыншылар қала жасап салған. Бұл өте креативті болды және ол өте танымал ойынға айналды. Бірақ ойынның негізінде фильм жасау оңай шаруа емес. Марио жағдайында фильм көптеген жанкүйерлер үшін көңіл қалдырарлық болды. Мінекей, соңғы абзацты айтып жатырмын. Ағырай, мына жерде төртіншісінде біз қай нұсқаны таңдадық? B нұсқаны жазған екенбіз. Мінекей, B нұсқасы they preferred the animated character. Ол дегеніміз олар жаңағы анимациялық кейіпкерлерді қалаған дейді. Және де ары қарай Sims фильміне келетін болсақ дейді, ол әлі де дайындалу үстінде екен. Мінекей аудармасы балалар осы. Енді келесі біздегі тапсырмаларға көшеміз. Окей, келесі тапсырмамыз exercise number 3. Бұл жердегі берілген кестенің ішіндегі сөздерді мағынасына қарап, мынау бос орындарға қоюымыз керек. Жауабын бірден айта кетейін. Біріншісі video game. Designers make all sorts of games. Екіншісінде Shigeru Miyamoto was the creator of Mario. The third, my favorite form of entertainment is TV. The fourth, there is a large choice of books in the library. Бесіншісі, my favorite football player is Lionel Messi. Алтыншысында, you use your imagination when you write a story. Соңғысы, it was a disappointment when the film didn't win an Oscar. Мінекей осы болады. Төртінші тапсырмада бұл жерде сұраққа жауап беру керек, бірақ әр оқушының өзіндік жауабы әртүрлі болады. Сондықтан мінекей осы мен мысалға өзімнің жауап бердім, жаздым. Осылай айтып жазсаңыздар да болады. Бұл да яғни видео ойындарға байланысты және де спорт ойындарында қоссаңыздар болады сұрағының жауабını. Біріншісі, do you play games? Сен ойынды ойнағанды ұнатасың ба? Ойнайсың ба? Why? Не үшін? Why not? Не үшін ойнамайсың деген мағынада. Мен былай дедім, I don't play games because I like to read the books. Мен ойынды ойнамаймын. Себебі мен кітап оқығанды қалаймын. Жақсы ұнатамын. Ағыра екіншісінде, what games do your friends play? Сенің достарың қандай ойынның түрлерін ойнайды? Қандай ойынды ойнайды? My friends play GTA and Minecraft or volleyball. Менің достарым GTA мен Minecraft деген видео ойындарын ойнайды, немесе волейбол. Енді волейболды да қостым мен. Ағырай, үшінші. Why do you think games are popular? Неге бұл ойындар атақты деп ойлайсың? Популярны деп ойлайсың, не үшін дейді? Себебі мінеке, these games are popular because many people play those games. Олар не үшін атақты? Себебі бұл ойындарды адамдардың көбісі осы ойындарды ойнайды деп жаздым. Төртіншісі, what games do boys and girls like? Ұлдар мен қыздар ойынның қай түрін ұнатады? Жалпы өз ойын. Олар қандай ойын ойнайды деп тұр. Мен жаздым, boys and girls like to play volleyball. Қыздар мен ұлдар жалпы волейбол ойынын ойнағанды ұнатады деп жаздым. Арғай, бесте, what can you learn from video games? Видео геймдарда, мысалы видео ойындарда қандай нәрсемен
не нәрсені үйренуге болады ол жақтан дейді. Мен жаздым I think nothing because it's waste of time. Мен ойлаймын ол ешқандай пайдасы жоқ, себебі ол бекерге уақыт өткізу, бос уақыт өткізу болып табылады деп жаздым. Окей, балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің арнама міндетті түрде жазылыңыздар. Күнделікті сабақты бірге орындаймыз. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.